ННН, нет ничего невозможного. Армандар орындалады деймін. Бірақ менің де арманым бар. Шет жағасын айттым, білесіздер. Ал енді уақыт келген сияқты. Я, қандай арман? Білесіңдер, мен бір емес, 20 үй жоқ отбасыға үй бергім келеді. Мен арманым бар әр қаладан ашу. Но бастапқыда бір қалада ашсақ жеткілікті. 20 отбасыға керек жатақхана. Біз Жасик екеуміз бастапқы ақшасын төлеп қойдық. Енді бізге әлі үлкен қаражат керек. Егерде сен 20 отбасыға қуаныш сыйлағың келсе, бізбен бірге бол. Бірлік бар жерде тірлік бар. Ал енді сөздің қысқасы, мен 20 отбасыға арналған жатақхананы тауып қойдым. Нет ничего невозможного. Армандар орындалады. Мен сияқты қарапайым баланың арманын орындауға. Менің ғана емес 20 отбасының арманын орындауға көмектесіңіздер. Сіздерден 100 теңге болсын, 1000 теңге болсын, шамаларыңыз қаншаға жетеді? Ешкім ренжімейді. Барын берсеңіздер болады. Ниеттеріңіз болса, қабыл болсын. Ал енді алданып қалмау үшін Каспий Голд, Дарын Еріков, Иін барлығын қалдырып кетеміз. Егер менің арманым орындалса, менің ғана емес 20 отбасының арманы орындалады деген үміттемін. Құрметті достар, ештеңе бере алмасаңыздар, оны да түсінемін. Жай ғана осы видеомен бөліссеңіздер болғаны. Барлықтарыңа рахмет. Армандар орындалады. Давайте, достар, бірлігімізді көрсететін уақыт келді. Секунд сайын барлықтарыңа рахмет. Сөзім жоқ, почти 2 миллион. Но бізге әлі көп ақша керек. Өйткені 20 отбасы. Байқасаңыздар, біреулер соңғы 126 теңгесін сап жатыр. Ал біреулер 10 мың, 20 мың, 100 мың сап жатыр. Мықтымыз. Рахмет. Арманымды алдыма үйіп берді, биіктік ол. Жақындарың ең әуелі, есейді райымның әуені. Қаншама еңбек, қаншама тер, кейде аспан, кейде жер, кейде айға